жеттіріп. Таген күтіп атқанымызға 1 сағаттан асса, что-то жоқ сливаться етіп кетті. Келді өзі. Қуаныш, қалайсың? Айбетте кешіп қалдым. Что-то алмайсың ғой бауырым, 1,5 сағат болып күтіп атқанымызға. Кел қайда? Кел, демалса. Келейсің жарыса дедім ғой, Жоқ, бірақ. бүгін басқаша жарыс болатын болды. Қазір Шымкент қонақ үйінің алдында тұрмыз ғой. Осы жерден кім 1 сағаттың ішінде алысқа жүгіріп кетсе, сол ұтады. Такси қолдануға болмайды, автобус қолдануға болмайды. Тек қана самокат, велосипед қолдануға болады. Подписчиктердің көмегін мүлдем қолдануға болмайды. Кім алысқа жетеді, сол ұтады. Физически көрек сен қандай екен. Машина әңгіме жоқ, мықты екен. Физически көрек бауырым. Кім мықты екен. Барлығы әділ болады. Мен қақтан білемін сен машина мініп кететін жасың. Жоқ, қолны видео түсіріп жүреміз. Барлығы әділ болады. Еркекше қасымызда телефонды өшірмейді. Геоданный қосып қоямыз. Сол жерге барғанда геоданный түсіреміз де жібереміз. Кім алыс кеткенін көреміз да. Кім ұтылады, сол кешегідей задание істейді. Шыдай ма? Смело. Болды ма? Конкретно бастаймыз да. Болды. Машинаны дұрыстап қой. Бастайық онда. В общем, сливаться кетті ма деп едім, келді. Болса айтесіз, кешіктік қой, ема. Ё-майо. Таге, сағат қазір 12-ден 17 кетті. Так. 1 сағаттан кейін 1-ден 17 кеткенде кім алысқа жетеді, сол адам ұтады. Бірақ арамдық болмайды. Анау мынау деген әңгіме керек емес. Сондықтан реально кім мықты бүгін анықтайтын боламыз. Машина мықты екен, бүгін физически мықты екенін көретін боламыз. Көрейік. Ана жеттіріп. Күйдіргенде жетті скачать етіп жатырмын. Өшіп кеткен ғой. Жет қайда бар? Брат, айтчасы жет қайда? Физически нагруз деп жет мініп кеткен қалай кет? Купить етіп жатыр, скачать етілмей. Интернет қой. Ана жақта бар екен жет ше? Жет айдамаңы, біраз болған, короче. Йос. Қалай басады? Жет тұрып кетті жетке. Жет айырылып кеткен ғой мынау. Ё-майо. Тағы бір жет тұрып кеттік брат. Міне брат, барлығы жетті қара. 500 теңге ғана қолдануға болады деді. Қоздай, болса айтесіз. Болса айтесіз, кешікті қой, ема. Кеттік бісімілі. Шашақ қалғаны састайын. Брат, жүрмей ады, прикинь. Бізе ал, бітті нау. 500 теңге. Брат, бош кез. Қайта машинамен жарыса салу керек пе? Қаға? Аяқты бір жетіп аяқта. Көше тұрш, брат. Болмайды еркін. Әділ ойнау керек қой. Жоқ. Қалса қалайық бір әділ ойнайық. Ойнап отырмыз қанша? Накатса давайте. Давайте етсек. Болды. Шөді әлсіреп адамым же. бәрі қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара барығы шетелден как будто шетелдей. Так, ровно 500 теңге болды, бұл жетті тастатып кеттік онда. Шетелден как будто шетелдей. Айбай. Турны жарма тұрды ғой. Кеттік, жай бара берейікші. Қуанышқа замдай сандаш. Өше сақ сөйледім, аяқ жаман ауырып жатыр ша. Кеттік, жай жүре берейік. Брат, аяқ реально ауырып жатыр ша. Ата жүгіруден смелым алатым. Ау, Таге? Ау, Қуанышы. Ау. Базақта тәкелер отмена деп жатыр ғой. Неге? Жас сен ба? Аяғын ауыртуға кетті сен деп қоп. Енді? Сол отмена деп жатыр. Ары қарай шыдай алмаймын деп. Болды. Өше сал, брат, болды. Сағат бір оқып қалды как раз. Жеңіс саябағына кеп, жеңдік. Машинадан ұтылсақ та, жүгіріп жеңдік. Такен аяғы нормально болса болды да. Звондап көріңдерші Такені. Что там, брат, қуаныш келмеді ма не? Нормально ма аяқ? Да, нормально. Жұмыстағы жаман ауырады. Аяқтаймыз да, реалитин істейміз. Ұтылдың ба еркекше? Отылғанда, брат, просто давай тағы бір рет көрейік. Көре береміз ғой, бұда ұтылдың ба? Отылдым, иә. Еркекше? Еркекше. Задание істейсің ғой? Істеймін, не задание? Сен кеше берген задание. Туалет тазалау ма? Жоқ, кеше айттың ғой сен тағы да. Дала сыпырып, солармен бірге тамақ ішіп, былай айтқанда солардың өмірін кешесің ғой. Проблема емес, брат. Еркекше ма? Еркекше. Таген ертең көреміз енді, істей ма, істемей ма, нәпсі шыдай ма, шыдамай ма. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Күні кеше ғана Қуаныш бауырымнан задание алған болатынмын. Иә, мен ұмытып қалдым. Қаламызды тазартуға, қаламызға көмектесуге мен ешқандай қарсы емеспін. Және әрбір кәсіпкер ол қарапайым болу керек деп есептеймін. Сол себепті қаламызды тазартып жүрген әпке ағаларымызға көмектесіп, сыпыру және де осындай кофе апарып берейін деп шештім мен. Кәсіпкер осындай жандарға қолдау білдіріңіздер, өз эголарыңызды түсіріңіздер. Машиналы сәттілік, күндер сәттілік. Жақсылық жасап, жарысайық ағайындар.
Қазір Тұран бауырымызға келіп қалдық. Тұран бауырымыз бүгін заданиені ұтылған ғой. Сол кісіге поддержка ретінде бүгін чай әкелдік. Құрметті бауырлар, бұл мен не айтқыңыз келді? Туалет тазалау болсын, көше сыпыру бұл ұят нәрсе емес. Оданша басқа жаман контент түсіріп, ұятсыз нәрсе түсіріп жүрген адамдар ұялсын. Иә, Қуаныш бауырмен толықтай келісемін. Ағайын бауырлар, кезінде мектеп кезімізде қазақ түрлі лицейде әр сенбі жексенбі сайын біз тазалайтынбыз. Одан бөлек қай дәрежеге шықсаңыз да қарапайым болуды ұмытпайықшы, ағайын бауырлар.